білімді мұғалім ең бастысы сол мұғаліміне лайық. Алақай, біздің мұғалім сол мұғалімге үміткер. Рас па? Мен де қуаныштымын. Біздің мұғалім байқау сақты жыл мұғалімі. Өйткені біздің мұғалім Сауатты, ықыласты, лайықты, мейірімді, орнықты, ғазиз, ақылды. Біздің мұғалім осындай. ендеше орталық қошеметпен әйгерім Талантер қызын шақырайық. Білемін, батпандай бір бағым бар. Себебі ұстаз жолын қабылдадым. Шәкіртті шығармасам биік шыңға, келмейді бір сәтке де бағым. Жетеді бір басыма жетістігім, шыңдадым сан баланың дарындарын. Әр бала жұмбақ толы бір ғылым, қалаймын бар әлемге танылғаным. Алтын белгі қорғалса абыроймен, көрсетер өзімдегі тәлім мәнін. Үздік аттестаттары ұл қызымның, көрсетер ұстаздықта жалын барын. Ғылыми жобаларда сан журналды, оқ бойы облыста арындадым. Көркем сөз, эссе, олимпиада бар, республика көлемінде мәлім бәрі. Ешқашан батпау үшін балам оққа, жылылық тұрсын ұстаз қабағында. Әртүрлі технология қолданамын, бұлым стоп, дамыта оқыту сабағында. Сан түрлі курстарға қатысамын, білім теңіз, құпия көп аралында. Расымен білім ғылым күш қаруым, рухты көрсететін ұстазының. Республика көлемінде бағдарлама үздік болып танылды нұсқа ғылым. Баспаға жібердім сан мәлімет, мақала болғаннан соң нұсқа ғылым. Конференция, семинар, жобаларда сыналды талай іс-дарыным. Ізденем ешқашанда толдым деме. Ізденімпаз ұстаз деген мықты ұғым. Ақыл қайрат жүректі бірдей ұста. Абайдың өсиеті ұстанымым. Себебі сен тіршіліктің куәсісің. Айғақсың өмірдің, ұшқан құстың, жүгірген аңның, арпалысқан асудың, қилы ғасырдың куәсі болдың жарығай. Менің ұстаз жүрегім сенен ғана пана іздейді. Себебі сен менің жүрегіме сабыр ұялатасың, тыныштық бересің. Бүгінгі күн арпалысқа толы болды. Себебі мен Омардың жүрегін жаза алмадым. Оның ата-анасы жоқ қасында. Қарайласатыны да жоқ. Атасы мен әжесі бар, бірақ олар қарт адамдар. Барлық үйдің жүгі соның мойнында. Ол сондай талапты. Бірақ қатты жыламаса да, тек қана күрсініп, өксіген дауысы менің ет жүрегімді қанжылатты. Иә, жарығай. Оның өксіген даусын сен естімедің десең, мен сенбеймін саған жарығай. Алдай алмайсың мені. Сондай омарлар көп қой. Ал мен ұстаз болып, оның шырағын жаға алмасам, қандай ұстаз болғаным? Сонымен қатар, хаттың да атасы келіп, осы жаңартылған білім мазмұнына көңілі толмайтынын айтты. Күнделікте үнемі жақсы, өте жақсы, сен талаптысың дейді, неге қорытындысында ол үш алады деп қынжылды. Ал мен барынша жарығай, бұл бейімделу. Әлі алда сіздің балаңыз өте жоғары деңгейде көрінеді дедім. Ал шын мәнінде ол жерде мен ата-анаға ол ұстаздан кеткен қателікті қалай айтамын жарығай? Неге сол ұстаздар аңғармайды екен? Олардың
алдарында жиынтық мағыналы тапсырмалар алдын ала беріледі емес пе? Ендеше күнделікті тапсырманы соған қарай қуалап дағдыландырса, ол бала жиынтық мағынауды өте тамашаға, жақсыға тапсырады емес пе? Неге түсінбеймін? Қазақ тілі сабағын өзін-өзі тану немесе әдебиет қылып өткізеді. Неге мақсатты қуаламайды? Мақсатты қуалайтын болса, лексикалық тақырыппен үптестірсе, одан елдің тірек ұстайтын азамат шығады емес пе? Жарығай, сен білесің бе? Шалғай ауылдарда ешқандай да мүмкін компьютерде жоқ шығар. Біздің мектепте ондай жағдай жасалғандықтан мен оны мүмкін түсінбейтін де шығармын. Бірақ жақсы ұстаз үшін ақ бормен көк тақта жеткіліксіз сияқты ғой. Жарығай, сен менімен келісесің бе? Келіседі деп ойлаймын. Жарығай, бірақ мен бір нәрсені алып білемін. Ұстаз егіннің жемісі 12 жылдан кейін бірақ көреді. Ұстаз шырақ, берген білімі қараңғы қалтарыста, ол ұстайтын шам шырақ. Мен саған тағы келемін, Жарығай. Болкинбаева Әйгерім Дәулетияровна, шет ауданы. Әйгерімнің жады өте жақсы. Және ол кез келген мәтінді, әнді, ақпаратты оңай есте сақтап қалады. Мерекелік іс-шаралар өткізгенде ол тек өзіне берілген рөлді орындап қана қоймай, өзгелердің рөліне суфлерлік етеді. Сол себепті оларға өздерін көрсетуге бөгет жасайды. Мереке барысы бұзылады. Осы жағдайға қалай әсер етуге болады? Сіз не істер едіңіз? Қандай шешім қабылдайсыз? Не істейсіз? Не айтасыз? Енді Әйгерім бірінші рет емес, үнемі мерекелік шараларды бұзатын оқушы болғандықтан, мен келесі мерекелік шара өтпес бұрын сабақ барысында Әйгерім сабақ айтып жатқан кезде, бірақ оқушылар оны байқамайды. Әйгерім сабақ оқып жатқан кезде стөлден қалауымды түсіріп аламын. Содан Әйгерімнің зейіні бір рет бұзылады. Екінші рет енді айтып жатқан кезде білдіртпей әуен қосып қоямын. Екінші рет бұзылады. Одан кейін тағы да үшінші рет бейнебаян қосып қоямын, экранға назар аударып, тағы да Әйгерімнің айтып жатқан ойы бұзылады. Содан кейін сабақ аяқталған кезде енді немесе сол сабақ барысында Әйгерім айтуы мүмкін маған. Неге мен ойымды шашыратып алдым деген сияқты. Бірақ мен оқушылардың көзінше байқамай қалғанымды және кешірім сұраймын. Бірақ сабақ соңында міндетті түрде Әйгерімді алып қаламын да айтамын. Көрдің бе Әйгерім, әркімнің өз ойы бар. Сондықтан басқаларға кедергі жасауға болмайды. Бұрын сен бұны байқамадың, себебі сенде көшбасшылық қасиет өте жоғары деңгейде. Ал бірақ басқаға кедергі жасағанның салдарынан ой бұзылатынын айтып, бір өзімнің қоржынымда бір бейнебаян бар, сол бейнебаянды көрсетер едім. Ол жерде атасы 4 ұлына, әкесі 4 ұлына бір ағашты көріп тапсырма береді. Біреуі күзде барып көреді, оның жапырақтары сарғайып тұрады. Келесі қыста барып көреді, онда ағашта мүлдем жапырақ болмайды. Көктемде барып көреді, ағаш бүршік атады. Жазда барып келесі 4-ші баласы көреді, ол кезде жайқалып жапырақ өсіп тұрады. Сонда әр мезгілде әр бала барып көреді. Сол кезде әр бала әкесіне келіп айтады: мен көргенде бұтақ болған жоқ, ағаш бүршік жарған жоқ, мен барғанда жалаң болды деген сияқты. Сол кезде әкесінің айтқан болатынды. Әр адамда әртүрлі қыр болады. Бір қырына қарап, оны сынауға, мінеуге болмайды. Сол сияқты Әйгерімге осы бейнебаянды көрсетемін де, барлық балада талапты, мүмкін оған уақыт керек шығар. Сен шапшаң болғанмен де, сендердің барлықтарын маған бірдейсіңдер деп түсіндіремін. Өзіңіз бар кезден ақ күнделік жазу әдетім бар еді ғой. Демалыс күні сонымен айналсам. Сізді қатты сағынып жүргеннен болар. Өзіңізбен сырласқандай болады.
әдеттегідей сіз бүгінде арайлап таң атты. Сиыр сауып жүрмін біраздан бері. Себебі мамамның аяғы ауырып жүр. Жоқ, сіз уайымдамаңыз, анашым. Оның еш қиындығы жоқ. Бүгінде әдеттегідей шай жасауға кірістім. Айтпақшы, өткен демалыста әлдене үлгерген елдарыңыз көркем сөз байқауына қатысқысы келетінін айтты. Байқау өтейін деп жатыр. Апа, өтіне қатысайсың? Қатса ғой. Жақсы кәсіп шалдар тіктіріңдер, ойын салыңдар. Жақсы, мама. Патриоттық тақырыпта өтем әкесі. Не жаттатамыз? Мұхтар Шахановтың бала күнінде отырар поэмасын жаттатып едіңіз әке. Шыңғыс хан рөлінде ойнатып. Енді немерені жаттасың? Жаттасын, желсін. Сөйтті, жаттайтын шығарма анықталды. Анашым, қашан дайындаламыз? Дайындалай, айта ғой. Даңқым қайда төс көрілеген 200 мың әскерменен. Балам, орынды қалып кеш, мен саған көрсетейін. Сен Абылай хан, Қайыр хан рөлін ойнайсың. Рух керек, жігер керек. Менің алғыр ұрпағымның сүйегіне зор дамба. Намысыма сұра тұстымға, сенің арқанда. Деп Шағатайға қарайсың. Бар? Осылайша елдар жеңімпаз атанды. Мүслім мен келбетке де көңіл бөлуді ұмытпаймын. Мүслім қызықтау, ақылды тентек десе де болады. Ал келбет ошақтай нәзік. Үй шаруашылығымен демалыс күндері айналысудың орай келеді. Бұрын саусағымның ұшын да тигізіп көрмеген істерінің бүгінде шеберімін, анашым. Бір мезгіл балаларға уақыт тауып серуенге де алып шығуға тырысамыз. Осындай қыдырыстар біз үшін аса маңызды болмағанмен, балалар үшін үлкен демалыс екен ғой. Бұл да сіз берген тәрбиенің жемісі. Жасай берші жанашым, жоқ менің одан өзге тілегімде. Музыка мектебінен білім алғанымның да пайдасын көріп келемін. Алайда қаншама өзіңізге ғұмыр тілеп, ән шырқасам да айтпай кетесіз. Шіркін. I watch TV. Что это означает? Я смотрю телевизор. Хорошо, дальше. I listen to music. 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 Слушать музыку. Я слушаю музыку. Very good. Третий сон. Анашым, айтқан ақылыңыз тура келді. Қазір бәсеке заманы. Ағылшын тіліне бейімділікті байқап, ұштағаныңызға да мың алғыс. Анашым, сіз уайымдамаңыз. Папамда бәрі жақсы. Барып тұрамын неге, бірақ осы демалыста қолым тимеді. Жұмысым ауыр. Қазір анашым, сіз мектепте істеген кездегідей емес, толағай өзгерістер. Сондықтан маған қолдау жасап, тірек болып жүрген дәулетіндей азаматымның болғанына шүкірлеймін жаратқанға. Қыздарынан кем көрмейтін ата-енемнің барына да тәубетемін. Менің бар жақсы жағдайымды жасап жүрген жандар ғой. Айтпақшы мен жыл мұғалімі байқауына үміткермін. Анашым, жеңімпаз атану оңай емес екенін білемін. Алайда тағы анық білерім. Жақсылықты асыруды үйреттім. Жамандықты жасыруды үйреттім. Жауласқанға ақ құйрығын кессін, жақсыларға қосылуды үйреттім. Алғанымды қайтаруды үйреттім. Арызымды айталуды үйреттім. Қабатынан қар жаудырып кезде күтпей болып ашылуды үйреттім. Бағып келсін, егер деген жыл мұғалімі атанып жатса, бұл менің емес, сіздің жеңісіңіз деп білемін. Жабық мен